Gentlemen, жеңінен шығады ол. Шауға қойылар, арнайы Ахмет ағамның атынан алтын білезік. Rahmet can. Ey, Pulmen, bitken yok, bitken yok. İkinci sıyılıp. Birinci kim aytdı onu? Sen ayttın ya, Ömöte? Sen ayttın ya, Xuday kalasa dep. Odan keyin ekінші adamға өзі айтты. Маған пап сәл қалды деп, андай намекпен айтты ғой. Қыздікі не оригинал, баланыкі оригинал деді ма? Білмеймін, бірдеңе деді ғой өзі. Арнайы білген Ахмет ағам қалай қабылдайды, мен Ахмет аға бірақ соңғы шешімді осы кісі қабылдайды, бірақ мама за деп тұр. Осы тойдың арқасы тойға жалғассын деген ниетпен ниет қылып қойған екен. Сәл қалды деді ғой, сол сәл бітті. Сәлге жеттік. Олай болса арнайы әпшемнің тойында Таңат ұлдарыңыздың болашақ жан-жарымен таныстыру. Қайт, ойнамайды. Жүрегі тоқтақ қалай деп екен. Мұнай да ойнатады қолында ағамызды орға. Соңғы жеткізді. Қалай екен? Сондай болады өзі. Ал, Құдай қаласа соңғы жетсін. Құдай қаласа сәл ғана қалды, иншалла. Таңатжан, Алла тағалам өзі ниет қылған екенсің. Сол ниетіңе жетіп, папа менен маманың қолын жылы суға малтып отырып, әдемі бір келіннің қолынан осынша халықты қайтадан жинап, үлкен бедажар той менен тәтті шайға шақыру нәсіп етсін деп қаламыз. Олай болса, құтты болсын, бір семья болып әдемі естелікке суретке түсіп алайық.